Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және желі пайдаланушылары. Кидстар жобасының аясында өңіріміздегі талантты, дарынды балалардың өнерін насихаттау мақсатында Үшарал негізгі мектебінің 6 сынып оқушысы домбыраны жетік меңгерген, көптеген сайыстарға қатысып жүлделі болған Смайл Мадина Абайқызының өнерімен жақынырақ танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Домбыра қазақтар, ноғайлар және қалмақтар мәдениетінде бар екі шекті, көп пернелі музыкалық аспабы. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра, кейін аспаптық шығарма, күй жанрын қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық фольклорлық музыкада, классикалық шығармаларды орындауға қолданылатын мүмкіндігі кең музыкалық аспап болып табылады. Домбыра ежелі қазақтың тарихын баяндаған музыкалық аспаптардың бірі. Үшарал мектебінің негізгі 6 сынып оқушысы домбыраны жетік меңгерген, көптеген жарыстарға қатысып жүлделі орындарға ие болған Смайл Мадина Абайқызының өнерімен жақынырақ танысатын боламыз. Сәлем Мадина, қош келдің. Домбыраға қалай келдің, неше жастан бастап қатыстың? Мен домбыраға негізі біз кішкентай ғана ауылда тұрамыз. Біздің қасымызда көрші ауыл бар, Тоғызкент ауылы деген. Ол жақта менің Айзере деген сіңілім оқиды. Сол домбыраға саз мектебіне қатысып жүреді. Соған қызығып, мен де сол саз мектебіне қатысып бастадым. Мен домбыраны 10 жасымнан бастадым. Өте тамаша. Ауылың аты қалай аталады? Әбілда. Домбыраға қатысып жүрген неше уақыт болды? 2 жыл болды. Толықтай 2 жыл. Домбыра несімен қызықтырды сені? Домбыра мені үнімен қызықтырды. Домбыраны тартып атқанда өзім тартып атқан үні қызықтырды. Жарайсың. Домбырадан басқа қандай үйірмелерге қатысқанды ұнатасың? Пианино, ән-терме. Ән-терме туралы кішкене ақпарат беріп кетсең түсіндіріп. Ән-термеде домбырамен ән айтасың, және домбырамен күй тартқан бөлек, ән-термеден айтқан бөлек болады. Өте күшті. Пианиномен айналысып жатқанда неше уақыт болды? 1 жыл болды. Осы күй тартқан кезде бір арнайы авторлары болады ол күйлердің. Осы тұста халқымыздың атақты қандай күйшілерін білесің, және қай күйшіні өзің жақын тартасың, сол кісіге ұқсағың келеді? Дина Нұрпейісованы жақын тартамын, сол кісіге ұқсағым келеді. Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулеткерей, тағы да басқа күйшілер. Осы қазіргі уақытта ұстазың кім? Махамбетов Орынбасар. Жарыстарға шыққан кезде өзінің психологиялық тұрғыда қалай дайындайсың? Қорқыныш, қобалжу сезімдерін қалай жеңесің? Іштей өзімді қобалжымайтындай, өзімді жоғарыға көтеріп, Мадина сен жеңесің деп, уайымдама деп. Жарайсың, өте ақылды қыз екенсің. Ата-ананың осы тұста қолдауы болады ма? Қалай қолдау білдіреді? Жеңесің сен деп. Өте маңызды болады ол тұста ата-ананың қолдауы сен үшін, иә? Сайыстарда жеткен жетістіктерің туралы айтып берсем, мына жерде өте көп жетістіктерің бар. Соның ішінде өзің мақтан тұтып айтып беретін бір жетістігің туралы толыққан айтып берсең. Менің мақтан тұтатыным, себебі бұл менің туылған күнімде маған айтылды, гран-при ұтып алдың деп. Өте күшті. Қалай жеттің? Қандай жарысқа қатыстың? Ол Жұлдызар деген байқауға қатыстым. Мынау соның грамотасы, мынау грамотасы, мынау жолдамасы. Түркия елінде Ташкент қаласында және Ыстықкөлге өтетін қалалық байқауға тегін қатысу үшін. Тағы гран-приді бұл қайшан алдың? Мен осы 2024-те алдым. Ең алғашқы жеңістің бірінші алған? Осы болды, иә? Өте тамаша. Ары қарай жалғастырсақ сұхбатымызды. Өзің алға қойған мақсаттарың бар ма? Атақты күйші болуға, танымал күйші болғым келеді. Болашақта осы түсті таңдап, осы жолды таңдаған келеді. Басқа мамандыққа өзінің көзқарасын қалай? Басқа мамандық емес, осы тек қана дәстүрлермен қалғың келеді ме? Жақсы, түсінікті. Өмірде өзіңе кімді үлгі етесің? Өмірде өзімді өнер жағынан Дина апамды, ал егер өмір жолында болса анамды, әкемді. Өте күшті, жарайсың. Енді осы тұста анам, әкем деп сөз қозғап қалдың ғой, отбасың жайлы толыққанды ақпарат айта кетсең. Отбасым жайлы біз үйде ағам, інім, мен үшеуміз, біз, сіздің анам, әкем.
Ағам 9-шы сыныпқа көшті, өзім 7-ге көштім, інім болса 4-шы сыныпқа көшті. Барлықтарың жақсы оқисыңдар сабақты. Өте тамаша, күшті отбасы екенсіздер. Ата-анаң сені қалай еркелетеді? Мен андай ерке қыз емеспін. Үйде тұйықтаусың ба? Бірақ білмейді екен өзіңнен. Достарың көп пе? Иә. Достарың көп болғанына да байланысты. Домбырада бұл білім болып саналады ғой, ал басқа білімді толықтыру үшін кітапханаға барасың ба? Иә. Жиі барып тұрасың ба? Соңғы оқыған кітабың туралы айтып берсең. Айдаһар қыздар деген. Ертегі кітап па? Өте тамаша. Енді Мадина білім жағынан да осал қыз емес екенің көрініп тұр. Олай болса, мен саған белгілі бір логикалық сұрақтарды қойсам, сен соған жауап берсең, қалай қарайсың? Ойын ойнасақ шағын. Трамвайға күніне неше литр бензин кетеді? Трамвайға бітсе болмайды. Дұрыс. Келесі, допты қандай бақытқа лақтырғанда еш нәрсеге тимей қайттан өзіне қарай келеді? Аспанға лақтырғанда. Дұрыс. Адамдар мен көліктер басып өтетін жануар қалай аталады? Зебра. Қай сан барлық санға қалдықсыз бөлінеді? 0. Ұзарған сайын қысқаратын нәрсе не? Өмір. Өте күшті. Еліміздегі ең ұзын ағаш қайда өседі? Ұзын ағашта. Өте тамаша. Біліміңді жетік екенін осы жерде тағы бір дәлелдеп бердің. Ашық әрі шынайы жауап берген үшін үлкен рахмет. Алар асуларың көп болсын. Егер сізде осындай талантты, дарынды болсаңыз, біздің дайректке жаза кетіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.